117 сабақ сын есім. Сын есімдерді ажыратамыз. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. Таңдаған мәтін бойынша мазмұндама жазамыз. 55 жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Балықшы мысық. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға ол да онша үлкен емес деп ойлайды. Қармағын үшінші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Мазмұны бойынша жоспар құр, сол жоспар бойынша мазмұндама жаз. Жоспар: мысықтың балық аулауға баруы. Екінші, мысық аулаған балық түрлері. Үшінші, балықтың мысықты суға сүйреуі. Осы бойынша жазамыз, балалар. Елу алтыншы жаттығу. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Қызыл балық, ақ балық көлде шоршып ойнайды. Сансыз балық, сақ балық бізді аңқау деп ойлайды. Сын есімдер тап. Сын есімдер: қызыл, ақ, шоршып, сақ, аңқау. Елу жетінші жаттығу. Сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендір. Жазық дала, арық түйе, биік аспан, ашық дала, бойшаң қыз, қысқа жіп, сұр тау, жуас қой. Елу сегізінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Сын есімдердің астына сызды. Сырты жылтыр, бүдір жоқ, іші шырын, қызыл доп. Жауабы қызанақ. Сын есімдер: жылтыр, шырын, қызыл.